Антарктида. Ызғар ескен қытымыр өлке. Мұз құрсанып, қар бүркеніп жатқанмен, бұнда да өмір бар. Бұл тіршілік иелері пингвиндер. Көңілді, алғыр, томпиған сүйкімді тіршілік иелері. Мінекей, томпиған түрлерін көрдіңіздер ме? Құдды бір қарлы өлкенің сайқымазақтары дерсің. Қойш! Қайда бара жатқандарымызды білесіңдер ме өзі? Бәрібір емес пе? Басымды қатырмайым. Мен де. Жарайды онда, алғаш барамыз да, мән жайды білеміз. Ковальский, Рико, әуеден барлауға кірісейік. Қане ұшамыз, қане? Шкипер, бізде ұшу қабілеті жоқ сияқты. Онда мыналардың қажет не? О, керемет! Бұл біздің ерекше белгіміз болсын. Қалай атасақ екен, ендеше шапалақ деп атайық. Ей, көріңдер ме? Жұмыртқа қоян ал, ұстасаңдашы біреуің. Қолымыздан келмейді. Неге? Өйткені айналамыз толған қауіп-қатер, ал біз жай ғана пингвиндерміз, сүйкімді екеніміз ғана болмаса. Иә, әйтпесе біз жайлы деректі фильмді не үшін түсіреді? Енді қайтеміз, балақай. Жыл сайын жұмыртқадан айырыламыз. Табиғат заңы ғой. Табиғат заңы де. Бәлкім дұрыс та шығар. Алайда, жүрегімнің түкпірінде бір дауыс маған, бұл мүлде дұрыс емес дейді. Білесіңдер ме? Табиғат заңына қарсы шығар. Кім мені қолдайды? Ескі кеме. Бұл жерден бірде-бір жан аман қайтқан емес. Сабрет Ковальский, міне бір құс барып қонда. Қара, өзі дін аман. Теңіз қабыландары, зымиян жыландар. Жыландардың түрі басқа болмай ма? Мен қайдан білейін, мұз қатқан, үскірік тундырада өмір сүрем ғой. Жұмыртқаға қарай бара жатыр. Мені төменге түсіріңдер, дереу. Ол үшін елу құлаштай балдыр жинап кептіріп. Кіп-кішкентай қорғансыз пингвин балапандары қорққандарынан қалшылдап тұр. Мына жартастан құлап кетсе, сеспей қататындарын сезіп тұрғандай. Гюнтер, итеріп жібер. Медузаға бұйрығымызды орындауды үйретіп, жұмсап жібереміз. Міне енді дұрыс болды. Жарайсың, Рико. Аналарға беруші болма. Жақсы, қолыңнан келді.